Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді, тез дайын болатын және дәруменге өте бай, жеңіл салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қияр, капуста, редиска, көкпияз, сарымсақ, укроп және майонез қажет болады. Алдымен қосатын қоспаларымыздың барлығын жақсылап жуып, тазалап аламыз. Енді капустамызды осылай өте жіңішке майда етіп, капустамызды турап алатын боламыз. Турап алған капустамыздың үстіне азырақ тұз салып, капустамызды жақсылап біркелкі етіп, мұжып жібереміз. Сол кезде біздің капустамыз өліп, тұзы бойына сіңіп тұрады. Енді редискамызды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай ортасынан бөліп турасаңыздар да болады, және оны тағы да үстінен бөліп жіңішке етіп турасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызбен турасаңыздар болады. Мен енді осылай ұзынша етіп турап алдым. Турап алған редискамызды жаңағы капустамыздың үстіне салып бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте біз қиярымызды турайтын боламыз. Алдымен жуып тазаланған қиярымызды ортасынан бөліп, дәл осылай бұны да турап алатын боламыз. Ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Мен енді ортасынан бөліп, осылай турап шықтым. Міне қиярымызды да турап болдық, оны да жаңағы ыдысымызға салып, бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте осындай укробымызды майдалап тураймыз, және көкпиязымызды да майдалап тураймыз. Сонымен бірге сарымсағымызды да өте жіңішке және майда етіп тураймыз. Егер сарымсақ қоспасаңыздар да болады, мен енді дәмі кірсін деп бір ғана сарымсақты майдалап турап қосып жібердім.
Міне осылай аскөктеріміздің барлығын турап болғаннан кейін жаңағы салатымыздың бетіне салып, майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Егер майонез болмаса, үй жағдайында айран немесе қаймақ қосып жасасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Мен енді майонез қостым. Міне осылай жақсылап біркелкі араластырамыз. Мен алдында жаңа капустаға тұз сепкендіктен, капустаның тұзы болғандықтан тұз салған жоқпын. Егер сіздер тұз дәміне қарай, егер тұз салам десеңіздер, дәміне қарай тұз салсаңыздар да болады. Міне осылай жақсылап астынан үстіне қаратып араластырамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болды. Қазір ыдысымызға салып, сіздермен бірге дәмін көретін боламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер және комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдыра кетіңіздер. Сонымен бірге комментарий бөліміндегі қоңырауша белгішесін басып қойсаңыздар, менің каналымнан түрлі рецептерді көре алатын боласыздар. Міне сонымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәруменге бай, өте жеңіл, әрі тез дайын болатын салат. Қазір дәмін көреміз. Дәмі өте керемет болып шығады. Менің отбасым қатты жақсы көреді. Үнемі жасап тұрамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Алтынай.